Сіздермен 1688 сайтындағы популярный товары дегенді көрсететін боламын. Менде 1688 сайтының Қазақстанға арналған версиясы. Сіздерге керек болатын болса, ссылкасы керек болатын болса, маған жазыңыздар. WhatsApp арқылы жіберіп бере аламын. Бірінші алдыңғы бетіне кіресіздер, сол жерде популярный товары деген бар. Мен осының ішіндегі заттарды көрсететін боламын. Ішін ашасыздар. Бұл жерде 2024 жылдағы топ продажадағы заттар шығып тұр. Популярный товары шығады. Кейінгісінде новинки, новидан шыққандары, тенденция деген бар. Осы жерде өздеріңізге қалаған бөлімдерін аша бересіздер. Бәрі орысша жазылған. Енді ішін ашып көреміз. Женская одежданы ашып көрейік. Бірінші орында осы екен. Осын ашып көрейік. Список бойынша шығады екен. Бірінші орында, екінші, үшінші, төртінші. Бұл жерде жазып қойыпты. 5 заказ, 5-еуден заказ береді екенсіздер. Бір заказ бергенде өзін ашамыз. Бұл жерде переводчикпен жұмыс істейсіздер. Қазақстанға прямой жеткізіп беретін бар. Кейін өздеріңіз Қазақстан карталарымен төлей бересіздер. Alipay болса Alipayмен де төлеуге болады. Осы магазиннің басқа товарларын шығарып береді астына. Міне размерлері. Мысалы бұл жерде L дегеніміз ол 80-100 деп тұр. Бұл 40-50 весіне байланысты бұл килограммға кетеді. Мысалы сіздің весіңіз 55 болатын болса, сіз XL-ді аласыздар. Киімді көріп шықсаңыздар болады. Отзывтар жазылады. Мына жерде отзывтар жазылған. Бұл біріншісіне тұрған соң сатып ала берсеңіздер болады. Енді басқаларын көрсетейін сіздерге. Детская одежда дегенді көрсетейін. Сыртында орысша жазылған. Носкилер. Көрейік соны. Популярный товары. Бірінші орында осы тұрады екен. Кейін новинки дегенді көрейін. Новыйдан шыққан товарлар. Тенденция деген күтіп көрейік. Көріп шықсаңыздар болады. Осы біреуін көрсетейін. Мен осындай колготкилерді Pinduoduo сайтынан заказ беріп көргем. Бірақ бағасы қымбаттау еді. Ол жерде 13-14 пен заказ берген бұны біреуін. Юаньмен. Бұл жерде арзан екен. Міне отзывтары көп екен. Көріп шығасыздар. Міне осы магазиннің басқа товарларын шығарып береді. Осылардың ішінен де көрсеңіздер болады.
Бұл негізі зауыт екен. Мен зауыт екен көрініп тұр. Сол үшін арзан мақтадан жасалған. Не, 79% мақтадан жасалған екен. Мына мақтаның белгісі. Переводчикпен жұмыс істейсіздер. Сатып алған кезде купить дегенді басасыздар. Бұл жерде заказ бергенде 3 штуктап заказ бересіздер. Төбесіне жазылған. Әр түрлісін заказ берсеңіздер болады, размеріне қарай. Размерлері бұл жерде 65-80 дегеніміз, ол 32-де 5-тен 40 килограммдарға келеді. Міне қараңыздар, үшеу болғандықтан осындай болып шықты. Мысалы, екеу болатын болса, ақшасын төлей алмайсыздар. Сол үшін 3 штуктап заказ бересіздер. Ең азы 3 штук. Кейін олардың 2 юань доставкаға алады. Осылай сатып алсаңыздар болады. Общий көрсетіп кетейін. Әр түрлі киімдер бар. Өздеріңізге ұнағандарын ала бересіздер. Қанша штук алатыны магазиндерге, фабрикаларға, заводтарға байланысты. Өз магазиндер бар. 1 штуктап алуға да болады. Оны заказ беретін кезде, мысалы 1-2 деп жазасыздар, сол кезде білсеңіздер болады. Немесе төбесіне жазып қояды, заказ беретін. Мысалы, купить дейсіздер. Мысалы, мына жерге қараңыздар. 1 штуктап алуға болады екен. Оранжевый болып тұр. Алуға болады. Біреулеп алсаңыз болады осы магазиннен. Солай білесіздер. Әр түрлісі бар. Көріп ала бересіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Қандай обзор керек болса комментарийға жазып кетіңіздер. Главный бетте біріншісінде тұр.